Міне дәл осылай жамбас бұлшықетін босату керек. Неге? Өйткені әбден қатып қалған қимыл жоқтықтан жамбас бұлшықеті қатайғаннан аяқ бастыртпайды, аяқ жүргіздірмейді. Төменгі бұлшықетті дамыту керек. Яғни егерде денім сау болсын десеңіз, миым жақсы жұмысын жасасын десеңіз, көңіл күйім жақсы болсын десеңіз, ұзақ өмір жасайын десеңіз, аяқтың бұлшықетін қатайтыңыздар. Жамбас бұлшықеті, аяқ бұлшықеті қатаю керек. Яғни оны жасау керек. Дәл міне осылай 45 рет қайталап, 15 секунд демалып өстіп отырыңыз. Қайтадан 45 рет қайталап, 15 секунд өсіп демалып отырыңыз. Осындай жаттығудың 4 кезеңін жасаңыздағыны жамбас бұлшықетін босатып тұруды ұмытпаңыздар. Жарай ма? Сол кезде жақсы өмір сүретін боласыз. Денсаулықтан еш уақытта қиналмайтын боласыздар. Осы видеоны таратып қойыңыздар, жақсы комментария жазыңыздар, және де бұл видеоны сақтап қойыңыз, өйткені жоғалтып аласыз.